Оқушылар, бүгін біз қысқаша көбейту формулаларға байланысты есептер шығаратын боламыз. Өзіміздің оқулықтағы есептерді қарастырып отырмын. Енді 312-ші есептің барлығын емес, бір-екеуін шығарып көрсетейін. Біріншісін шығарайын. Ал кеттік біріншісінде. Енді қайтадан жазбай-ақ, берілгенді қайтадан жазбай-ақ, қалай шығару жолын көрсетейін. Бізде қысқаша көбейту формуласы, бірінші жазып қояйық. Қысқаша көбейту формуласын бізде 8 қысқаша көбейту формула бар, негізгі. Енді соның а минус в біреуі а плюс в. Бұл бізде а квадрат минус в квадратқа тең. Енді қарап отырсақ, мына жерде 4а квадрат минус y болып тұрды. Ал екіншісінде y плюс 4а квадрат. Біз мұна терісіне қараймыз. Өйткені теріс санға қараймыз. Оң сан қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосынның мағынасы өзгермейді дегендіктен біз минусқа қараймыз. Бірінші 4а квадрат тұрғандықтан бізде солай жасаймыз. Енді қалай жасаймыз? Бізде былай болады. Жақшалайық. Мына жерде бізде а тұр, в тұр. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосынның мағынасы өзгермейді. А тұр, в тұр деген сөз. А минус в, а плюс в деген сөз. Енді қарасақ, аның орнында бізде 4а квадрат, сыртында квадрат қоямыз. Енді ол неге квадрат қойдық? Мына а квадраттың шекесінде тұрған сан 2. Енді минус, в-ның орнында бізде y тұр. Y квадрат. Сонда жақшаны ашайық. Мына жақшаның сыртында тұрған квадрат 4-ке де а квадратқа да қатысы бар. 4-тің квадраты ол бізде 16-ға тең, 16а. Енді а-ның дәрежелері қалай болады? Егерде жақшаның сыртында және ішінде сан тұратын болса дәрежелері, мысалға былай болып тұрса, олар көбейтіледі екен. m көбейтілген n. Яғни біздің аның дәрежесі біздің есебіміз бойынша 4-ке тең болады екен. Минус y квадрат. Түсінікті деп ойлаймын. Енді біз 5-ші есепті қарастырайын. 5-ші есеп. 5-ші есепте тағы да дәл сондай минусқа қараймыз. Минус жақшасына қараймыз, өйткені плюс жақшасына қарағанда қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосынның мағынасы өзгермейді дейді. Сол себепті енді жақшаның ішіне жазамыз. А-ның орнында бізде 5, а-ның 3 дәрежесі, жақшаны жауып қоямыз, квадрат минус, өйткені қайдан алынды минус? Ол а квадрат минус в квадрат. Осы жердегі минус, формуланың минусы минус 4в квадрат. Жақшаның сыртына квадрат қоямыз. Сол кезде енді есептейік. 5-тің квадраты 25. А-ның формула бойынша m мен n көбейтілетін болса, значит, онда бізде а-ның 6 дәрежесі болады. Минус 16 в-ның 4 дәрежесі болады екен. Түсінікті деп ойлаймын. Енді 31-де 13-ке қарайық. 31-де 13-ші есептің біріншісін шығарайық. Бізде 31-де 12-ші есеп. Белгілеп қояйық, шатас қалмас үшін. Біріншісі берілгенін қайта жазып отырудың қажеті жоқ. Өздеріңіз жазып аласыздар. Енді жаңағыдай бұл жерде де
Бірақ бізде есеп бөлшекпен беріліп тұр. 3-тен 1 а жақшаның сыртына квадрат қоямыз, минус 2-ден 1 в жақшаның сыртына квадрат қоямыз. Есептейміз енді. Мына квадрат бөлшектің алымына да бөліміне де қатысы бар. 1-дің квадраты 1-ді береді, ал 3-дің квадраты 9-ды береді екен. Енді аның теңдік жақшаның ішінде ешнәрсе көрінбесе, оларда 1 бар деген сөз. 1 деген сан бар, ол жазылмайды. Яғни кез келген санның 1 дәрежесі өзіне тең. Яғни 1 мен 2-ні көбейтеміз, сонда аның квадраты болады. Минус 4-тен 1, яғни 1-дің квадраты 1, 2-ның квадраты 4 болады. Жаңағыдай бұл жерде де 1 жазылмай тұр. В-ның квадраты. Оны былай жазуымызға болады. Осылай тұрса да болады, немесе жақшаны бізде а квадратты бөлшектің алымына шығарып жіберуге болады. Сонда а квадраттың 9-ға қатынасы минус в квадраттың 4-ге қатынасы. Енді бізде өзгешелеу екінші есепті шығарайық. Екінші есепте бөлшек аралас санмен беріліп тұр. Екінші есепті шығарып көрсетейін. Енді екінші есепте біз аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып алуымыз керек міндетті түрде. Әйтпесе ол есеп шықпайды. Енді бізде болатын болса 7, бөлшектің бөлімі 7, 7-ні 1-ге көбейтеміз, 4-ке қосамыз. Бізде онда 11 болады. X-тің 5 дәрежесі. Міндетті түрде жақшаға аламыз. Ол бізде аға тең квадраты минус z квадраттың квадраты. Сол кезде бізде 11-дің квадраты, яғни 11-ді 11-ге көбейтсек 121, 7-ның квадраты, 7-ні 7-ге көбейтеміз 49, x-тің дәрежелері, x-тің дәрежесімен жақшаның сыртындағы сан көбейтіледі, x-тің 10 дәрежесі болады, минус z-тің 4 дәрежесі болады. Есепте сұрақ бар ма? Сұрақ болып жатса комментарияға жаза отырыңыздар. Енді келесі есепті қарастырайық. Келесі есепте көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Көбейткіштерге қалай жіктейміз? Тоқталайық. Біз бірінші есепті қарастырайық. 31-де 15-ші есептің біріншісін қарастырайын. 31-де 15-ші есептің біріншісін қайта жазудың қажеті жоқ. Мен 1-ден 10-дай беремін. Бұл жерде ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Ортақ көбейткішіміз біздің x бар, мына жерде x бар. Онда жақшаның сыртына x шығады, сонда x квадрат минус 100 болады екен. Қайта тексереміз. X пен x-ті көбейткен кезде, яғни оның дәрежелері қосылады. X-тің 3 дәрежесі болады, ал x пен 100-ді көбейткенде 100x болады. Енді ары қарай есептейік. Ары қарай тағы да жіктеледі екен. X болады, x квадрат минус 10 квадрат. Енді x ол тұрады. X минус 10, x плюс 10 болады екен. Осылай бізде екі жақшаға жіктеледі екен. Осылай есептейді екенбіз. Енді бұл жерде тағы бір мысалды көрсетіп кетейін. Енді бұл бізде бірінші мысал болған. Бірінші мысал, енді 5-ші мысалға тоқталайық. 5-ші мысал. Есептің берілген қайта жазбайық, бірден орындай берейік. Ойлайық. Қандай санның квадраты 9-ға тең, яғни 3-тіңе 3. Қандай санның квадраты 16-ға тең 4. X-тің квадраты дейміз. Жақшаның сыртына міндетті түрде квадрат қойып қоямыз. Минус. Жаңағыдай 16 4-кі дейміз.
мынау 9 үштікі, иә. Енді қасында біздің x бар екен, оны x-тің өзін жазып қоямыз, және сыртына квадрат қоямыз. Енді тексеріп көреміз. 3-тің квадраты 9 шығып тұр. 9-ымыз есеп бойынша 9 шықты. 4-тің квадраты 16 шығып тұр. Шақшаның сыртындағы санмен x-тің дәрежесі көбейтіледі, x-тің 4 дәрежесі береді. Дұрыс. Минус 4-тің квадраты 16, 3-тің квадраты 9. Шақшаның ішінде 1 бар. 1 бар. 1 мен 2 көбейтіледі, 2. Дұрыс. Біз шақшаны дұрыстап тауып қойыппыз. Енді жақшаларға жіктейік. Жақшаның ішіндегі мән табылса, ары қарай қысқаша көбейту формуласы бойынша жерге жаза кетейін. А минус В, А плюс В тең А квадрат минус В квадрат. Бұл біздегі өрнек оңнан солға қарай, солдан оңға қарай орындала береді екен. Енді біздің есебіміз бойынша мынау беріліп тұр. Біз мынаны жасап жатырмыз, балалар. Алдыңғы есепте біз қалай жасадық? Солдан оңға қарай орындағанбыз. Ал енді бұл жерде оңнан солға қарай орындап жатырмыз. Ал кеттік. Енді біздің А-мыз белгілі, В-мыз белгілі болса бітті. Енді жақшаға жаза беруімізге болады. 3-тің 4-ке қатынасы x квадрат минус 4-тің 3-ке қатынасы x. Жақшаны жауып тастаймыз. 3-тің 4-ке қатынасы x квадрат плюс 4 бөлінген 3, қасына x қойып қоямыз. Міне осылай болады екен. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарияға жазыңыздар. Түсінікті болса, түсінікті деп жазып кетсеңіздер де болады. Енді келесі есепті қарастырайын. Келесі есеп бізде 31-де 18 есеп. Бұл бізде ұбт-да жиі кездесетін есептердің бірі. Бұл есепте біз бірінші есепті қарастырайын, Бірінші есепті қарастырайын. Ал бастайық. Бірінші есеп. 20-ның квадраты, 13-дің квадратын тауып отырмаймыз. Тиімді және тез есептеу жолын көрсетейін. Бұны біз қысқаша көбейту формуласы бойынша А квадрат минус В квадрат беріліп тұр. А минус В, А плюс В мен есептейміз. Яғни А квадрат деген 20-ның квадраты. Яғни бізде бұлай болады екен ол. 20 минус 13, 20 плюс 13. Так, бұл бізде алымы. Енді бөлімі 31 минус 24, 31 плюс 24 есептейгенді. 20-дан 13-ті алатын болсақ бізде 7 болады. 31-ден 24-ті алсақ бізде 7 болады. 7 болады. Енді мына екеуін қоссақ бізде 33 болады. Мына екеуін қоссақ 55 болады екен. Есептейміз. Енді 7 мен 7-ні қысқартып жібереміз. Сонда бізде 33-те 55 деген сан шықты. Алымында бөлімінде 11-ге қысқартып жібереміз. Сол кезде 3 болады. Бөлімі 5 болады екен. Енді төртінші есепті қарастырайын. Төртінші есепте бізде былай болады. 100 азайту 60, 100 қосу 60. Так, енді бөлімі 70 азайту 90, 70 қосу 90. Есептейік. Мына жерде 160 болады. Мына жерде де 160 болады. Яғни мына жақша мен мына жақша кетеді деген сөз. Енді бізде қалып тұр. Мына жақта бізде 40 деген сан шығып тұр жақшаның ішінен. Мына жерде минус 20. Яғни бізде
40 минус 20 нөлдерін жібереміз. Енді 4-ті минус 2-ге бөлетін болсақ, бізде минус 2 болады екен. Міне жауабы минус 2. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, біздің каналымызға жазылып, келесі сабақтарды көріп отыру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабақтарымызды көріп отыратын боласыздар. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.